بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алла Тағала мешітке басып келген қадамдарыңызды иншалла сауаптан өсін. Сіз бен біздің жасайын деп жатқан құлшылықтарымызды Алла қабыл еткен амалдардан етсін. Жақсы ойда болу жайлы бір хадис сіздерге иншалла ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен хадисте Бұхари мен Муслим жеткізеді. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فيعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. Кімде-кім бір жақсылық ойлап, бір жақсы нәрсе ойлады, және оны жүзеге асырмаса да дейді, Алла Тағала оған сол жақсылықтың сауабын толық жазады. Сен бір жақсылықты ойладың, бірақ оны жүзеге асырмадың. Сен ойлағаның үшін Алла Тағала саған толық бір жақсылықтың сауабын жазады. Ал егер бір жақсылық ойлап және оны жүзеге асырса дейді, Алла Тағала оған 10 есе сауап жазады дейді. 10 еседен бастап 700 есеге дейін тіпті одан да ары еселеп сауап жазады дейді. 700 еседен де жоғары дәрежеде есеп жазады дейді. Ал яғни хадистің жалғасында айтады: "Мән хамма бисайатин фалам я'малха катабаха Аллаху хасанатан камилатан." Кімде-кім бір жамандық ойлап, оны жүзеге асырмаса, бізге барлығымызға жаман ой келетіні мәлім. Кімде-кім бір жаман ой ойлады, бірақ оны жүзеге асырмады, өзімен күресіп, Алла Тағала оған бір жақсылықтың сауабын жазады толық. Көрдіңіз, сіз жаман нәрсе ойладыңыз, бірақ жақсылықтың сауабын алдыңыз. Неге? Жүзеге асырмаған үшін, нәпсімен күрескен үшін, шайтанға берілмеген үшін. Ва ин хамма фаамилаха катабаха Аллаху сайатан вахидатан. Ал егер сол ойлаған нәрсесін жүзеге асырып қойса, Алла Тағала оған бір ғана жамандықтың сауабын жазады. Бір ғана жамандықтың амал дәптеріне жазылатын күнәсі жазылады. Бір ғана жамандық, егер жүзеге асырған болса. Көрдіңіздер ме? Алланың мейірімі шексіз. Тіпті пенде бір күнә жасап тәубе қылса, Алла Тағала оның тәубесін кешіріп қана қоймайды дейді. Оның тәубесін сауапқа айналдырады, егер тәубе шынайы болса, тәубенің шарттары орындалса дейміз. Алла Тағала сіз бен бізге шынайы мүміндерден болуды нәсіп етсін.